Қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте жеңіл дайындалатын және де үйдегі бар заттардан дайындалатын салатты жасап көрсететін боламын. Бұл салаттың ерекшелігі осы бауырдан жасалады. Қайнатып, пісіріп дайындап алатын боламыз. Бауырды қайнатып пісіргенде арасын қан болып қалмау үшін жақсылап мұқият пісіріп аласыздар. Және де осылай шашкелеп турап алып, оны ұзынша етіп турайтын боламыз. Қаласаңыздар 4-5 турап жіберуге де болады. Ұзыншалап турасаңыздар көрінісі де өте әдемі болып шығатын болады. Бауыр өздеріңіз білетіндей қан көбейтеді және де өте дәруменге толы салатты жасайтын боламыз. Әсіресе осы көктемгі кезде ағзамызға қажетті барлық витаминдерді беретін салаттардың бір түрі. Видеоға мұқият соңына шейін көріп, міндетті түрде жасап беріңіздер. Бауырларымызды осылай 2 тарелкаға орналастырып отырдым. Барлығын кезектестіріп отырып, осылай турап шетінен қоя береміз. Жұмыртқаны да ұзыншалап тураймыз. Сарысын қаламасаңыздар турамауға да болады. Істетпеуге, менде қалып қалмау үшін сарысында қосып турап жібердім. Енді қиярымызды тураймыз. Оны да жіңішкелеп алып, ұзыншалап турап ретімен саламыз. Достар, видеоны көре отырып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Және де қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, маған қолдау білдірсеңіздер. Менің каналымда 90% тіркелмей көреді екен, және де ең көп көрермендерім Өзбекстаннан болады екен. Сол үшін қазақша контентті өзіміз қолдап жіберейік деп айтқым келеді. Енді қызанағымызды турайтын боламыз. Қызанағымыздың ортасындағы сулы жерін алып тастағанымыз жөн. Өйткені салатқа онша суландырып жіберу мүмкін. Сол үшін сыртын ғана қаттылап, ұзыншалап турап қоятын боламыз. Видеодағыдай қарап, барлығын кезектестіріп жазсаңыздар болады. Немесе өз қалауларыңыз бойынша құрамын кішкене өзгертіп жазсаңыздар да болады. Мен үйдегі бар заттан жасадым. Көк пияздың орнына салат жапырағын қолдансаңыздар да өте керемет болып шығады. Барлығы да витаминге толы, барлығы бізге пайдалы дәрумендерден жасалған. Мінекей осылай қойып шығамыз, және де майонезімізді бетінен осылай сәндеп әдемі көріну үшін осылай жасап шықсақ та болады, немесе ортасынан істесеңіздер де болады. Қонақ күткенде дастарханға жасасаңыздар да дастархандарыңыздың көркін ашатын болады. Мінекей менде 2 түрлі қылып жасап көрсеттім. Барлығын араластырған соң дәмі өте керемет үйлесетін болады. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Менің каналыма тіркеле отырып, көптеген өзіңізге қажетті видеоларды тамашалай аласыздар. Барлығыңызға рахмет, ас болсын.